Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Оразаларыңыз қабыл болсын. Аман есенсіздер ме, бауырлар? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Қазір ғана Құдай қаласа Ардақ Назаров деген сүйікті бауырларыңызбен эфирге шығатын боламыз. Жалпы сұхбат, ашық сұхбат деп жоспарлап отырмыз. Ораза жайлы, одан кейін бабалар өсиетіне кішкене құлақ асып, бір сағат эфирді Алла амандық беретін болса, бір мәнді, мағыналы, ғибратты етіп өткізуді Алла тағала нәсіп етсін. Сіздер де белсенділік танытып, жақсы сауалдарыңызды қойып отырсаңыздар, одан кейін жаңағыдай бұлапыт сөзге, жаман сөзге, бір бөтен сұрақтарға, құмар бауырларға айтарым, пікір жазғанда абай болыңыздар. Өйткені бұл эфирді мен сақтап қоям. Алдағы уақытта бұны мен YouTube каналдарға салып, келешек ұрпаққа, бауырларға бір пайдасы тисін деген ниетпен сақтап қоям. Сондықтан тайға таңба басқандай бір білместікпен, қателікпен жазған пікірлер өмір бойы сол таспада қалып кетіп, кім біледі, ертең ұрпағыңыз көріп отырып, танып қойып, менің атам, менің әкем, менің бабам осындай болған бе еді деп, өзінің тегінен, өзінің атасынан, өзінің бабасынан жиіркеніп қалмасын деген ой ғой. Жақсы, барлықтарыңыз мынандадан жіберіп жатыр екенсіздер, түсінікті деп ойлаймын. Қазір дайын болсаңыздар, бір-екі минуттан кейін қазір Алла амандық берсе, Ардақ ағамыз қосылады. Одан кейін тағы да бір қуанып отқан жағдай, ақырындап оқырмандардың сапасы көтеріліп келе жатыр деп айтуыма болады. Мысалға, бастапқыда біз эфирге кірген кезде 200-ге жетіңкіремей, 180 сондай болып отыратын. Қазіргі таңда күннен күнге Аллаға шүкір көбейіп келе жатыр. Мысалға, қазір 207 адам эфирде отыр. Бұл мен үшін кәдімгідей жеткен нәтижелерінің бірі деп айтуға болады. Өйткені Инстаграмда оқырмандардың саны өте көп. Осы Абай атамыз айтқандай, сөз түзелді, тыңдаушым сен де түзел дегенде, шамамыздың келгенше, Құдай қаласа жақсы бағытқа қарай бетімізді бұрып жатқан жайымыз бар. Бұл мен енді сақадай саймын, енді тек қана Ардақ ағамыз қосылса, тіптім нұр үстіне нұр болады. Саны маңызды ма болғанда, әрине, көпшілік болса, аудитория көп болса, сапалы әңгімелерді, рухани әңгімелерді көбірек аудитория тыңдаса деген біздегі ниет қой бастапқысы. Айтпесем, кейде енді бір әттең-ай дейтін нәрселер, енді бұрын соңды мен байқаған жоқпын, енді байқап жүрмін. Осы мен жақында ғана байқадым деп айтайын. Болмайтын бос эфирлерде адам саны өте көп отырады екен, ал жаңағыдай бір рухани азық беретін сапалы дүниелерде кісі саны өте аз болып көрінеді. Сол мені кішкенде осы соңғы кезде қынжылтып жүр. Міне арамызға еліміздің көк туын желбіретіп жүрген Жанқош Тұраров бауырымыз да қосылып жатыр. Бәрекелді. Так.
Бәрекелді, 260-ға жеттік. Достар, супер ғой бұл, супер. Міне. Аны айтып жүрміз, я. 275 кісіміз. Төөй. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, бауырым. Қалдарыңыз қалай? Бәкебай, амансыз ба? Қалдарыңыз қалай? Аман есен. Жақсы. Өздеріңізде, Бәкеш, не жаңалық оразаңыз қабыл болсын. Жақсымыз, кішкене техникалық ақаулар болып тұр. Енді реттеліп келе жатыр. Мен енді ақырындап комментарияны өшірейін, өйткені интернетке кішкене кедергі көп. Алтын уақытыңызды бөліп, осы бір сұхбатқа келісім беріп, біздің оқырмандармен жақсы бір әңгіме өрбітемін деп келісім бергеніңізге біріншіден Алла разы болсын. Иә, рахмет бауырым. Екіншіден оразаңыз қабыл болсын. Жалпы өзім және оқырмандар атынан көргеніме қуаныштымын. Аман болың. Рахмет. Мен де қуаныштымын, бауырым. Алла разы болсын. Аман тілеймін. Алла разы болсын. Жақсы, енді әңгімені бастамас бұрын енді кішкене аудиторияны жылыта кетейін. Машалла, 925 кісі отыр екен. Жалпы ең бастапқыда мен Нұр-Сұлтан қаласында әуежайында мына кішкентай шағын шешен сөйлеу атты кішкентай кітапты сатып алған кездегі негізгі мақсатым мен осы Ардақ ағамыз сияқты бір керемет сөйлесем, сөздің себері болсам, сөздің майын танысам деген о баста ниет болған. Дәл сол ниет аэропортта сатып алған кезде Ардақ ағамызбен кездесіп қалып өзіңізге де айтқам, сіздің сіздің соңыңыздан жүріп, осындай бір сіз керемет сөйлегім келеді деп, сөйтіп негізгі қаншама бауырларға, қаншама қаракөздерге жол көрсетіп, септігіңіз тиіп, себепкер болып жүрсеңіз, соның бірі мен екенімді осы аудиторияның алдында өзіңізге бір алғыс білдіргім келеді. Рахмет. Оразадан бастайық. Оразаңыз қалай өтіп жатыр? Жақсы, Бәкебай, бауырым, рахмет. Аллаға шүкіршілік, мінекей қасиетті Рамазан айындамыз. Ұлы мейірімді Алла тағала осы әлемдегі барлық мұсылмандардың ұстаған оразаларын қабыл етсін. Әсіресе өзіміздің қандас бауырларымыз, қара көздеріміз, қазақ халқы да Аллаға шүкір, мінекей тәуелсіздік алғанымызға 30 жылға жетіп қалды. Ораза ұстап, өзіміздің дәстүрімізді, тілімізді, ділімізді ардақтап, жақсы мен жаман ажырататын халге жетіп, көптеген азаматтар ораза ұстап жатыр. Аллаға шүкіршілік, оның қасиетін, сауабын біліп жатқан азаматтар көп. Өзіңіз айтатындай үнемі мұсылманшылық әсте дегендей, ақырын ата дініміз өзімізге оралып жатыр. Бұл үлкен қуаныш. Жалпы айтқан кезде бүгінгі ораза, биыл ораза ерекше. Енді жылдағыдай емес, жылдағы бұл уақытта тікелей эфир болмай, бәріміз ауыз ашып, бауырларымызбен арқа жарқа болып, жиналып, жаңағы шағын асханаларда, кафелерде, одан кейін тарау оқып жататын кезіміз болған дәл қазір. Мінекей биыл енді Алла тағаланың қалауымен осындай жағдайға байланысты, бұл да бір Алланың сынағы, қазір үйіміздеміз, бала шағаның қасында дегендей. Сол үйімізде оразамызды ұстап, Аллаға шүкір өте жақсы, ауа райы да тамаша. Бұл ай енді береке айы ғой. Алла тағала ешкімге ауырлық қаламайды, жеңілдік беріп қояды. Одан қазақта керемет сөзі бар, көппен көрген ұлы той дейді. Шын мәнінде көпшілікпен бірге ұстау бүкіл мұсылмандардың тілегі бір, жүрегі бір, ең соңындағы мақсаты бір, мақсаты жәннат, Алланың разылығы деген сияқты, елдің тыныштығы деген сияқты. Сол дұғалары қабыл болса екен деп ойлайсың. Ораза жақсы, керемет, Алла тағала қабыл алсын. Одан тағы бір айта кететін нәрсем, қазір енді көптеген азаматтарды өзіміздің араласып жүрген жігіттер бар, біраз жігіттер кешігіп жатқан азаматтар да бар. Мысалы, бір күн ұйықтап қалдым, содан ұстамадым деген азаматтар бар. Әлде біздің көрермендеріміз арасында да мүмкін бір-екі күн ұстамай қалдым, кешігіп қалдым ғой деп жатқан азаматтар да бар шығар.
Бірақ енді оразаның міне 5-6 күні жаңадан өтіп жатыр ғой. Әлі де бізде 24-25 күніміз бар. Бұның әр түні береке, әр күні үлкен сауаптар. Сондықтан осы оразаның нығметін пайдалана отырып, бір күн болса да ұстауымыз керек. Өйткені пайғамбарымыздың хадисінде айтқандай, адам баласы егер бір күн ораза ұстайтын болса, нәпіл ораза, парыз ораза емес, онда Алла тағала оның 170 жыл тозақтан алыстатады дейді. Ойлаңыз, жай кездегі бір оразаның өзіне сіз 70 жыл тозақтан алыстап жатсаңыз, ал енді парыз оразаның сауабы шексіз. Сондықтан бұл Рамазан айының қадір қасиетінен, Рамазан айының берекетінен, сауабынан махрұм қалған пенде ол шын мәнінде бақытсыз пенде. Өйткені пайғамбарымыз күндердің бір күнінде өзі мешітте тұрған кезде айтты дейді, жаңағы 3 рет әмин, әмин, әмин деп мешіттің жаңағы минбардың басқышын басып. Сонда сахабалар сұрайды, я Расулалла, сіздің 3 рет әмин деп айтқаныңызды естідік, неге бұлай дедіңіз деген кезде, мен мына басқыштан шығып бара жатқан кезде минбарға, алайда маған Жибрил періште келді дейді. Сөйтіп ол кімде-кім Рамазан айында бола тұра ораза ұстамаса, ол нағыз бақытсыз пенде. Ол мұрнымен жер сүйресін деген екен. Көрдіңіз ба? Шын мәнінде оразада бола тұрып, осындай керемет берекелі айда, тәуелсіз мемлекетте, қазір ешкім жұмыста емес, көп адам үйінде отырған кезде Рамазанның сауабынан құр қалып жатсаңыз, шын мәнінде бақытсыз пенде екенбіз. Өйткені біздің кезінде бабаларымыз, аталарымыз санау кеңес үкіметінің кезінде оразаны тығылып ұстады. Намазды тығылып оқыды. Мысалы, менің әжем 9 жасынан бастап ораза ұстаған, 9 жасынан бастап намаз оқыған. Сонда намаз оқып отырған кезімізде өкіметтің адамдары үйге келеді дейді тексеріп. Сол кезде біз бағанағы намазымызды тастай салып, өтіріктен төсектің астына бір затымыз кіріп кеткен сияқты, төсектің астын іздеп сөйтіп шығамыз дейді. Қайтадан барып дәрет алып, қайтадан намаз оқимыз дейді. Тығылып намаз оқыған кездері болған. Көрдіңіз ба? Ал енді бүгінгі таңда осындай берекелі өмірде уақытымыз бар кезде, үйімізде жатып, Алла тағаланың парыз еткен оразасын ұстамай, оның парыздарын орындамасақ, шын мәнінде бақытсыз пенде екенбіз. Өйткені Алла тағала бізге өмірді де өлшеп берген. Адам баласы мәңгі бұл жерде тұрақ емес, адам баласы уақытша келген. Сондықтан бұл өмірге келгеннен кейін адам сияқты амалдарды істеп, Алланың шынайы құлы болып, бұл өмірден иманмен өту, ол сенің үлкен міндетің. Алланың алдына барған кезде абыроймен баруың, жүзің жарық болып баруың, көрдіңіз ба? Сондықтан Аллаға шүкір, осы оразаларыңыз қабыл болсын. Бұл үлкен сауап жинайтын ай, берекелі ай, көрдіңіз ба? Осы айдың сауабынан махрұм қалмаңыздар. Ертеңнен бастап тұрып ораза ұстаңыздар. Өйткені әлі алдымызда бірнеше уақыт, бірнеше күндері бар. Көрдіңіз ба? Иә, дұрыс айтасыз. Негізі былтырғы ораза мен биылғы оразаның өзінде де оқырмандар да біледі ғой. Былтырғы оразада көз көрген кісілер биылғы оразада біраз кісілер жоқ мысалға. Өткенінде келесі оразада кім жоқ, оны бір Алла біледі. Бұл енді жылына бір рет келетін керемет біздер үшін күшті мүмкіндік қой. Бұны енді қалып жіберуге болмайды. Рахмет. Мені қызықтыратын сұрақ бар. Сіз енді спортпен шұғылдандыңыз, өміріңізді спортқа арнадыңыз. Сонымен қатар осы тұлғалық дамуды қай кезден бастадыңыз? Жалпы ел алдына сөйлеп, тоқығаныңызды, өмірден көргеніңіздің бәрін түйіндеп, ел жұртқа, жастарға насихат ететіндей бала кездегі арманыңыз ба, немесе келе бір өзіңіз күтпеген нәтиже болды ма? Иә, Бәкебай, өте орынды, дұрыс сұрақ. Шын мәнінде енді менен сұрайды, әрекелді өстіп сіз шығып уағыз айтып кеттіңіз ба дейді маған сұрақ қойған кезде. Өстіп елге осылай айтып кеттіңіз ба деп. Мен айтамын, мен уағыз айтатын, мен имам емеспін біріншіден. Құдайға шүкір, қазір бізде небір ғұламаларымыз бар, имамдарымыз бар. Бірақ енді мен қатардағы мұсылман ретінде өзіме пайдалы, ата-анаға құрмет, жақсылық жасау деген сияқты өзіме мұсылманшылығыма, иманыма сай, мұсылманшылығымның парыздары мен сүннеттерін жақсы білемін. Мысалы, мен уағызшы емеспін, мен жаңағы тренер, коуч емеспін, жаңағындай. Мен академик, тарихшы, ғалым емеспін. Мен бар болғаны қазақтың бір қарапайым ауылда өскен, Нарықолдың жігітімін, қара бала ауылда өскен. Сондықтан менің бар айтып жүрген нәрсем жалпы қазақтың бұрынғы бабаларымыздың сөздері.
Өйткені ең бірінші адам баласы жалпы тарихты білу керек қой. Тарихты білсең, өткенге салауат дейді қазақ. Өткенді білсең, бабаларыңның қандай екенін білсең, сен шетелдің жаңағы жұлдыздарынан болсын, басқа біреуді өзіңе бір тәңір тұтпайсың. Басқа біреуді кумир жасамайсың деген сияқты. Сондықтан енді басында қалай басталды десек, мен өзім шын мәнінде бұған жауап бере алмаймын, бірақ әлем чемпионы ретінде көптеген кездесулерге шақыратын мені. Барған кезінде бір-екі ауыз сөз айтасың да кетесің. Ұрдым, тептім, құлаттым, жеңдім деген сияқты. Енді өзімде бір ой болды, осы адамдарға бір ары қарай жақсы бір ғибрат оқиғаларды айта отырсам деген. Бұл 2010 жылдары менде ояна бастады жалпы осы нәрсе. Алдында жалпы оның алдында бізде мен мына 2004-2005 жылдары Хамза Қажы деген ақсақал бар еді. Мына Шамалғанда, Бекболат ауылында Шүрет қажылыққа барып келген үлкен тақуа, сондай керемет кісі еді. Мына Сүйінбай мен Қатағанның айтысын керемет білетін. Бір күні сол кісінің үнемі жарысына барып батасын алып тұратынбыз. Сонда ол кісі, шырағым қайсы елсің деп менің бапкерімнен сұрады. Сонда бапкерім айтады, осындай мен Жалайыр деген ру болам деп. Сонда бағана Сүйінбайдың Қатағанға айтқан сөзін айтып берді. Бұл Жалайыр деген аттары тұрар кермеде, ерлері сондай намысты, найзамен шаншып ет жеген, қыздары ер көрмеген деп. Қараңызшы. Сонда менде бір осы сөздің құдіретіне деген қызығушылық пайда болды. Келесі сөзге қызығушылық деген нәрсе, мына Сәбит Оразбаев деген ақсақал бар, біздің халық әртісі, ағамыз, Алла разы болсын. Сол кісінің әңгімелерін тыңдап, сонда бір сөзінің құдіретін түсіндім мен. Өйткені, әй шырағым, ана Райымбек бабаң қара тонын жамылып қалмақтың арасына кіріп алады екен деп бір айтты. Күндердің бір күні тағы бір үлкен отырыста отырған кезде, бұл қазақтың баласы тегінде нені көрмеген, неше бір жайсаң данасы шешімде болып сөйлеген көсемде болған ойменен, бірақ соның бәрі де ыдырап жатқан қазақтың қосылмады бастарын деп тоқтап қалды да осы жерге дейін. Сонда таң қалдым, не деген керемет, не деген сөз деп. Бұқар жырау 11 жасына дейін сөйлемеген екен, 11 жасынан бастап ай сөйлеген жаңа деп біраз сөздерін айтып берген кезде, мен ерекше осы сөзге деген махаббат пайда бола бастады. Кейіндеп үшінші осы бүгінгі таңдағы тірі жүрген Бұқар жырау деп айтуға болады. Алмас Алматов деген Қызылорда өңіріндегі жырау ағамыз бар. Енді үлкен қазына бұл кісі. Бұл кісіні білетін адамдар міндетті түрде тыңдау керек. Мен сол кісіні тыңдаған кезде, менің өзімнің өмірде енді адамның бір жаны рахаттанады ғой. Сөз деген құдірет қой. Сол сөздің құдіретін сол кезде түсіндім. Жаным рахаттанып, Алмас ағаны үнемі Астанадан алдырып, қай кезде келсе қасында жүріп әңгімелерін тыңдадым. Сол ғибрат оқиғаларына қарай жастарға жеткізіп дегендей, сол әңгімелерден бастап басталған нәрсе ғой. Одан өзінде бір ізденіс болады екен, барған жеріңде бір 100 адам болады, 1000 адамға дейін болады. Сол жастардың арасынан ертең бір әртүрлі азаматтар бар, мысалы, ықыласты жігіттер бар. Бабаларымыз шын мәнінде осындай болған ардағыға деп келіп атады, мысалы. Біздің бабаларымызды шын мәнінде біз көп білмейміз, білетін болсақ соларға ұқсауға тырысатын едік. Олар текті болған, олар намысты болған, олар батыр болған. Кеше мысалы мен ана бір оқиғада айтып өттім ғой, Кенесары бабамыз Көкшетауда хан көтеріп жатқан кезінде, мына жақта Қоқанның бағанағы хандары, мына Созақ өңірі бар, Түркістан, Ақмешіт өңірлерін бәрін жаулап алған Қоқан ханның астында болған. Сол кезде қаншама біздің жаңағы елімізге келіп, салық салып, біздің 13 пен 14, 15 жастағы сұлу қыздарымыз алып келетін болған. Ойлаңызшы, сіз өзіңіздің туған қызыңызды, туған қарындасыңызды жауыңызға бересіз ба? Көрдіңіз ба? Сонда одан құтқаратын ешкім жоқ, не істейміз деген кезде Кенесарыға хабар береді ғой. Сонда қазақтың қызының ар намысы үшін Кенесары бабамыз ана Көкшетаудан 3 күн 4 күнде 2000 шақырым жерді атпен шауып өтіп барып жаңа Қоқан Созаққа малын басып алған. Көрдіңіз ба? Сөйтіп бағана тәкаппар бектің басын алған дейді. Сондағы бабалардың осындай ғибратты оқиғаларын оқыған кезде қайран қалып отырасың. Кешегі Мәди айтады ғой, Мәди енді Мәди Бәпейұлын білесіздер, Қазыбек бидің тұқымы атақты Арғын руынан Қаракесек. Сонда кім айтады? Мәди. Арғатан бері Қазыбек әулие өткен. Бекболат оның ұлы болыпты бек. Тіленші одан кейін Абзал Шері қарадан хан болып өткен Барасылтек дейді. Ана хан қарадан хан болып туған бабаларым деп айтырды. Тіленшіні Бекболатты сұрасаң, одан кейін Алшынбайды кемеңгер ақыл ойлы терең сайла, атағы
атағы асқар таудай бабаларым көрдің бе дәл бүгінгі біздің жайды дейді. Енді жайын айтады. Ал құдайым жылқы берді байласын деп, көк көк шалынға айдасын деп, үйімде шайымды ішіп отырғанда 5 солдат кіріп келді, қайдасың деп дейді. Енді 5 солдат келіп Мәдиді тұтқындады, енді қайда баратынын айтады. Абақтың қатар-қатар болады екен, ішіне жаман жақсы толады екен, ішіне абақтының кіргенінде көңілің су сепкендей болады екен дейді. Содан кейін барып, ең соңында айтатын сөзінде бағанағы ағаштың қарағай басын кессең түбі қалар, екеудің бірі өлсе бірі қалар, жалғыздың өзі өлсе кімі қалар, мінген ат киген киім елде қал, жерде қалар дейді. Сонда бағанағы Мәдидің айтып отырғаны кезінде Абылайдың қасында алшаңдап жүрген бабаларым-ай, даналарым-ай, кешегі Қазыбек би, кешегі Бекболат билер ай, бүгінгі біздің жағдайымызды қараш, мінекей қол болып отырмыз, 5 солдат кіріп келіп үйімде бала шағамды алып мені тұтқындап алып кетіп түрмеге апарып қамап жатыр. Абақтың қатар-қатар болады екен, ішіне жаман жақсы толады екен. Жақсыны да жаманды да абақтыға жап бұл заманда. Көрдіңіз ба? Атағы асқар таудай бабаларым көрдің бе? Дәл бүгінгі біздің жайды дейді. Ал енді біздің жайымыз дәл сізбен біздің жағдайымыз бүгінгі Құдайға тәуба, Құдайға шүкір деуіміз керек. Елімізде тыныштық, елімізде әйтеуір бейбітшілігіміз бар. Ата дініміз, дәстүріміз оралған заманда енді бізге ақылсыз болуға болмайды. Енді бізге тек қана жиналу керек. Енді бізге тек қана бағанағы имандылыққа бет бұрып, ұрпақтарымызды тәрбиелеп, сол ұрпақтарымыздың барлығы кешегі Әлихан айтқандай хан баласына қазақтың ақысы кетті. Тірі тұрсам қазаққа еңбек етпей қоймаймын дейтін әрбір қазақтың жүрегінде мен қазаққа еңбек етемін, мен еліме еңбек етемін, мен ата-анамды сыйлаймын, мен жақсылық жасаймын, мен иманды азамат боламын, мен елдің мемлекеттің мүддесіне қаржысына қол сұқпаймын, мен адал әкім боламын, адал министр боламын, адал адам боламын деген сияқты ұрпақты тәрбиелемесек, біз кеш қаламыз. Өйткені 100 жылдан кейін біздің ұрпағымыз бізді тәуелсіз мемлекетті құрушы бабаларымыз деп еске алады. Ал енді біз ол кезде олардың алдында қарғысын аламыз ба, алғысын аламыз ба, біз білмейміз. Осыдан 100 жыл бұрын кейін шегеретін болсақ, Әлихандар, Ахметтер, кешегі Міржақыптар бабаларымыз күресіп жатқан кез. Қанымен де, жанымен де, ар намысымен де, білімімен де, өзінде қандай күш қуаты бар сонымен күресті ғой. Бұл елді қалай сақтап, бұл ел қалай ел болады, не істесе екен, қазақ халқының болашағы не болады екен деп, асыл ерлер сол заманда құрбан болды. Қазаққа еңбек етпей қоймаймын деді, еңбек етті, бірақ ар намысын берген жоқ. Атылуға дейін барды, намысын жерге таптатқан жоқ. Бірақ сол ерлердің бүгінгі жасаған амалдарын, сол ерлердің еңбегін сізбен біз ұмытамыз ба? Есі бар қазақ Әлиханды ұмыта ма? Ұмытпайды. Есі бар қазақ Абайды ұмыта ма? Міржақыпты ұмыта ма? Ұмытпайды. Неге? Өйткені олар жүрегінде имандары бар. Алланың сүйген құлдары. Жүрегінде иманы бар адам ғана елін жерін ойлайды. Наркоман елін ойлай ма? Алқаш елін ойлай ма? Парақор елін ойлай ма? Ойламайды. Сондықтан жүрегінде иманы бар азаматтар жалпы бізге көп болу керек деп ойлаймын, бәке. Ал енді өзіме келетін болсақ, бағанағы сол сөз деген нәрсенің құдіретін түсіндім. Жалпы сөз деген нәрсе құдірет қой. Біздің бабаларымыз баяғыда сөзді 3 тапқа бөлген. Айтуға болатын сөз, естуге болмайтын сөз. Естуге болатын сөз, бірақ айтуға болмайтын сөз. Үшіншісі айтуға да, естуге де болатын сөз деп сөзді 3 тапқа бөлген. Көрдіңіз ба? Бұл сөз деген нәрсе құдірет. Адам баласы сөзбен бағанағы адамдарды жақсылыққа жетелеуге болады. Сөзбен ұрып өлтіруге де болады. Көрдіңіз ба? Сондықтан жалпы айтқан кезде осы қазақ әдебиетінде тарихымызға бой жүгіртетін болсақ, ертең ол азаматтар, елін жерін сүйетін азаматтар болатынына мен кепілдік бере аламын. Бәрекелді. Керемет жауап болды. Қазіргі таңда неше палуандар дайындап жатсыздар қазір? Әлем Файтерс клубында? Әлем Файтерста енді жігіттер көп қой. Бүгінгі таңда енді біз 10 мыңнан аса шәкірт дайындадық қой осы уақытқа дейін. Одан да көп шығар мүмкін. Қаншама азаматтар болды, қаншама азаматтар тәрбиемізді алды. Аллаға шүкір, әйтеуір біреу чемпион болды, біреу боламады. Бірақ біздің мақсатымыз ол чемпион болдыру емес, біздің мақсатымыз азаматтық тәрбиелеу. Әйтеуір біздің клубымызға келген бір жігіттің өзі бір жақсы тәрбие алып, азамат болып қалыптасып жатса, ол біз үшін үлкен жеңіс. Сондықтан енді әркім чемпион бола бермейді. Чемпион мыңнан, жүзден жүрек мыңнан тұлпар дейді қазақ. Сондықтан чемпион болып жатса, ол бәрімізге қуаныш қой. Одан кейін барып тағы бір нәрсе, енді қазақ халқы қаны қызу халықпыз. Ол міндетті түрде спортпен айналысу керек.
спорт болмаған жерде біздің жігіттер бір нәрсені бүлдіреді, немесе бір нәрсе ұрынып қалуы мүмкін дегендей энергиясы көп қой, көрдіңіз ба? Сондықтан ата аналарға айтарым, балаларыңызды спортқа міндетті түрде беріңіздер. Энергиясын шығарсын, жүгірсін, мысалы күреске барсын, бокске барсын, дзюдоға барсын. Өйткені ер азамат болғаннан кейін ол міндетті түрде мықты болғаны жақсы. Өйткені өзіңіз де білесіз ғой, азамат болған төбелеспей жүрмейсің. Біреу тиісуі мүмкін, біреу саған қол көтеруі мүмкін дегенде сол кезде өзіңе жауап беретіндей. Әскерге барған кезде ертең жақсылап жүгіре алатындай, турникке тартыла алатындай азамат болып қалыптасу керек қой. Сондықтан балаларыңызды аямаңыздар. Мен де үнемі анашыма алғыс айтып отырамын, өйткені мені де ең алғаш сол спорт мектепке алып барған менің анам, 4-ші классында алып барған. Сол анама алғысымды айтамын. Анамның арманы оған, енді үнемі айтып жүремін, мен сол анамның арманы орындалды, чемпион болса екен деп армандаған екен анашым. Көрдіңіз ба? Сондықтан сол балаларыңыздың иманды азамат болуына, ақылды болуына, текті болуына, көркем мінезді болуына, намысты болуына, спортшы болуына, білімді болуына жалпы атсалысу керек. Одан кейін балаларды үнемі қадағалау керек ата-анасы. Ата-анасы дос болу керек. Айта беріңіз. Сол палуандарыңыздың барлығын сол енді қазақтың әрбір баласы батыр ғой, әрбір баласы палуан. Соларды тікелей бір руханиятпен көбінесе байланыстырып шәкірттеріңізді ұядан ұшырдыңыз. Ол білмеймін, Наурызбай батырдың ерлігімен ба, Қабанбай батырдың ерлігімен ба, енді ол сіздің клубтан шыққан балалар болса да руханиятқа байып, шынымен чемпион болу емес, енді ең бастысы адам болып сөзбен тәрбиеленіп шықты. Қандай өзіңіз жақсы көретін, үнемі айтып жүретін, жаныңыздағы інілеріңізге, бауырларыңызға айтып жүретін қандай бір өсиетті сөздер, батырлардың ғибратты әрекеттері бар. Біздің де оқырмандарға айтып жүрсеңіз. Жалпы мен енді қазақтың батырларын бөліп жармаймын. Өйткені бабаларымыз айтады, ай ортақ, қара жер ортақ. Ай ортақ, қара жер ортақ, ай ортақ, күн ортақ, қара жер ортақ, еліңнен шыққан ер ортақ, бабадан қалған сөз ортақ дейді. Қабанбай тек қана Найманның батыры емес, Бөгенбай Арғынның батыры емес, тек қана Райымбек ол Албанның батыры емес, ол ортақ. Исатай мен Махамбет тек қана кіші жүзік емес, олар қазақ деп елім деген еңіреген азаматтар ғой. Сондықтан оларды бөліп, жаңағыда жекелікке шығарып алуға болмайды батырларды. Олар бәрімізге ортақ, олар бөлінген жоқ. Көрдіңіз ба? Олар Төле би атам айтады ғой, жалғанда ойлап тұрсаң, бірлік керек деп, бірлікті ойлаған соң тірлік керек. Ағайынға ала көз бола қалсаң, алдыңда алсындар, есігіңді біреу жемек дейді. Сол бабаларымыздың барлығы бірліктің арқасында осы жер сақтап қалды. Сондықтан жалпы айтқан кезде үнемі мен бабаларымызды ешқайсысын бөлмеймін. Жалпы айтқан кезде мен Бауыржанды жақсы көремін. Бауыржан өте мықты қаһарман, кеше ғана өмірден озды, не деген ақыл, не деген даналық, не деген тектілік, таң қаласың. Арғы шетінде Кенесарыны қатты жақсы көремін. Кенесарының енді сол Кенесарының заманында 40-қа жуық хан болған. 40-қа жуық. Бірақ елім деп еңіреген жалғыз Кенесары болды ғой. Сол уақытта былай шапты, анаумен де соғысты, мынаумен де соғысты, бірақ басқа жаулардың күшейіп кеткені соншалық, енді ақырында өзі опат болды. Мысалы, елді қорғаймын деп 45 жасында өмірінің барлық күреспен өтті. Қайтсем де осы қазақ халқын сақтап қаламын деген. Сол Кенесарыны жақсы көреміз. Абылайды жақсы көреміз. Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай, Райымбектерді жақсы көреміз. Кешегі Ер Жәнібекті жақсы көреміз. Исатай мен Махамбет, Сырым батырды жақсы көреміз дегендей. Сондықтан жалпы айтқан кезде бір-екі ғибратты әңгіме айта отырайық осы бабаларымыз арасынан. Күндердің бір күнінде мына Кенесары бабамыз үлкен орданың ішінде отырып, «Әй, бүгін күннің батыры кім?» деп айтыр дейді ғой. Біздің арамыздағы, біздің заманымыздағы ең батыр кім өзі? Деп жан-жағына қарайды. Енді Кенесарының қасындағы батырлар мыңға татитын жігіттер ғой. Жетісуға Кенесары келген кезде бөлтірік шешеннен әскер сұраған екен, 1000 жігіт берсін деп. Сөйтіп Кенесары 1000 жігіт сұратады бөлтірік шешеннен. Содан таң атса біреу өң кетіп шауып барады екен атпен. Ат деген есек сияқты өзі деген үлкен дәу жаңағы бір батыр. Содан «Ай, сен кімсің?» дейді ғой. Кенесары мен бөлтірік шешен жіберді.
мінекей мен келіп отырмын дейді. Мен бөлтірік шешеңнен 1000 жігіт сұраттым ғой дейді. Сонда айтқан екен, бөлтірік шешенің саған сәлем айтты, Кенесарыдан барып сұра, 1000 жігіт жіберейін ба? Жоқ енді 1000 жігітке татитын бір жігіт берейін ба деп айтты дейді. Бір жігіттің қайсысы деген, мені жіберді деген екен да. Сонда Бұғыбай батыр, атақты Бұғыбай батыр келеді ғой. Бұғыбай, Табын Бұқарбай, Шұбыртпалы Ағыбай деген сияқты Кенесарының қасынан небір мықты батырлар болған. Сол қасында отырады. Сонда бұлар Кенесары айтады ғой, бүгінгі күннің батыры кім арамыздағы деп. Бәрі 1000-ға татитын жігіттер. Сол кезде кім айтқан екен? Жан-жағына қарап барлығы, ей, арамыздағы ең батыр, бүгінгі күннің батыры Ағыбай ғой деп. Ақ жолды Ағыбай ғой, Ақжолтай ғой деп бәрі Ағыбайды қоштады дейді. Ағыбай маңқайып төрде отыр дейді, Кенесарының оң қолы ғой бұл. Неге Ақжолтай дейді? Өйткені бұл кісі Кенесарының ақ туын ұстап жүреді. Ақжолтай деген себебі барған жерінде жүлдемен, жеңіспен оралады. Үнемі жолы болғыш, сондай асыл азамат. Бұл кезінде Кенесарының ағасы Саржанмен Есенгелдіні Қоқанның жауыздары намаз оқып тұрған кезінде бауыздаған. Сонда осы Ағыбай батыр қасында болған 17 жасар жігіт екен. Сонда келіп Кенесарыға қосылып, осы елді қорғайтын атақты батыр. Сонда барлығы Ағыбайдан асқан батыр жоқ деп қоштап, Кенесары бастап бәрі қоштайды ғой. Сөйтсе анау бұрышта босағада Наурызбай батыр отыр дейді. Кене ханның інісі бір 15 жастың ар жақ бер жағына жас бала, бәрі Ағыбайды мақтап атқанына ашуланып, кездігін алып, жерді шұқып ашуланып отыр дейді ғой жаңа. Содан Кенесарының бір 300-дің үстінде жылқылары бар екен, оны тек қана батырлар бағады екен. Кенесарының қалған жылқыларын өздері жайылып жүреді, ана 300-дің үстіндегі жылқыларын батырлар бағады. Содан айтады екен, ей, Ағыбай, Бұқарбай, Бұғыбай, сендер бір аптадан барып ана жауға мінетін аттарымыз бағыңдар. Жылқының басында Ағыбай жатыр десе ешкім жоламайды деп жау көрсін заман ғой. Содан сол түні Ағыбай батырдың кезегі болады ғой жылқы бағатын. Сөйтіп Ағыбай батыр қосты тігіп жылқының басына жігіттеріне 300 жылқыны қоршатып түннің ұрвағында демалып атса, ей, аттан, жау шапты деген жаңа дауыс шығады екен. Содан мамаға тұрған атына қарып мініп, Ағыбай батыр жылқыға кіреді ғой. Сөйтсе жылқының арасында біреу шығып, ала бажақ киген біреу шығады да жаңағы сақ еткізіп ұрып, Ағыбай талдырып кеткен екен. Бір уақытта есін жинаса, айдың жарығымен бүкіл жылқышылар қирап жатыр. Ағыбай талықпаған, жан-жағына қарайды, жылқысы аман есен сау. Ой Алла, бұл не өзі, жын ба, пері ма деп, адамнан меселі қайтпаған, адамнан жеңілмеген жігіттер ғой, жаудан жеңілмеген, қырғынның үстінде жүрген батырлар ғой. Жын ба, пері ма дейді, қояды, қосқа келіп ұйықтайды. Ертесі күні болады. Ертесі күні тағы да Ағыбайдың кезегі жылқыны бағып, қоста жатады. Түннің ұрвағы ауған кезде айдың жарығымен тағы да ой, жылқыға жау шапты деген жаңағы аттандаған дауыс естіледі ғой. Атқа қарап жылқыға шауып барған сол екен, тағы да кешегіндей жылқының арасынан біреу шығады да сақ тегіз талдырып қайтадан кете береді. Ағыбай екінші күн тығылып жатыр. Есін жинайды, қараса жылқы орнында тұр. Жылқышылар қирап жатыр жаңағы. Ей, жымба, пері ма, не болып кетті өзі деп жаңағы тағы да не болған білмей қалады. 3-ші күн болады ғой әйтеуір. 3-ші күн болған кезде Ағыбай батыр жауға жарақтанғанда жарақтанды дейді. Көксіңгі найзаны алып, сауыт сайманды киіп, атаңа нәлет бүгін құтылмассың деп, орданың ішінде, қостың ішінде күтіп отырды дейді ғой. Түннің ұрвағы болған кезде бағанағы қарагер ат мамағашта ертоқыммен байланып тұр, Құран дерімен. Аттан салады жылқышылар. Ақырын барып, көксіңгі найзаны қолға айналдырып барып, атына мініп жылқыға қарай шабады ғой. Сөйтіп 3-ші мәрте жылқыға кіре берген кезде қайдан келгенін білмейсіз, біреу келеді, сақ еткізіп қалдырып, қайтадан кетеді ғой 3-ші мәрте. Содан оянса, жын ба, пері ма деп тағы да жаңағы ойланады, жылқышылар бар, қирап жатыр, жылқы сол бұрынғыдай орнында тұр, ешқандай барымташ емес дегендей. Содан қараса көксіңгі найза жоқ қой. Қайтадан келіп қосқа келсе, қостың есігіне көлденең жаншып кетті көксіңгі найзаны. Сонда барып, ох, дейді ғой, мынау жын пері емес, мынау адам дейді ғой жаңа. Сөйтіп Ағыбай батырдың көңіл күйі жоқ, настроение жоқ, көңіл күйі жоқ. Таң бозарғаннан кейін Кене ханның ордасына келеді. Кене ханның ордасына келсе, Кенесары ордада таң қасын ішіп отырады.
қасына келіп көңіл күйі жоқ отырады жаңағы. Ей Ағыбай, Ақжолтай, не болды саған шырағым? Bir жерің ауырып қалды ма? Көңіл күйің жоқ қой дейді. Ай, алдияттағы Сырхан ием-ай, айтайын десем, ұяттан жарылайын деп тұрмын. Айтпайын десем, намыстан жарылайын деп тұрмын. 3 күн болды бір нәрсені қайталаныватқанына. Мен оны басына жын ба пері ма десем, бүгінгі түні тағы да келді. Сөйтіп бәрімізді талдырып, қиратып, бағанағы көксінің найзамды қосымның есігіне көлденең қада кетіпті. Сол кезде адам екенін білдім деп жаңа көңіл күй түсіп отырса, кейін хан айтады дейді, ей, Ақеке, не болды сонша көңіл түсіріп? Ол біздің ана Науанжанның ойнап жүрген ойыны шығар деп айтады дейді. Ана Наурызбай тентек болған ғой, тентек. Кене ханның інісі. Бұның мықтылығы сондай. Бұл Кене ханның батырларын шақ келтірмеген. Ал Кене ханның қасындағы батырлар, бұл кәдімгі мыңға татитын жігіттер ғой, сол замандағы. Сөйтіп, Наурызбай 17-ге толған кезде Кене хан айтты дейді, Ақжол Ағыбай, бергел. Мына кімді, Наурызбайды саған тапсырдым. Тәрбиеле бұны. Сен екеуіңді Аллаға тапсырдым. Мынаны дауға да сал, жауға да сал. Мынаны тәрбиеле, қасыңа ертіп жүріп деп, Ағыбайдың қасына қосып береді Наурызбайды. Содан екеуі бірнеше жорықтарға барады, көптеген жауларымен шайқасады. Күндердің күнінде кім айтты дейді, Наурызбай. Ей, Ағеке, мына жайықтың жағасында Алшын руында бір ақсақал бар екен, жігіт сынайды екен дейді. Соған апарып мені сынатыңыз, айтсын, мені сынап келсін деп жаңағы. Содан жарайды деп екеуі аттарына мініп жайықтың жағасына барса, Алшын руының әппақ киіздерін тігіп тастаған жаңағы үлкен ұлы жатады ғой. Одан бағана ақсақалдың аты жөнімен үйіне барады. Үйіне барса, бағанаға ақсақал жігіт сынайтын, жасы 120-ға келген екен. Басын былай торғымен тартып қойған, жағы түсіп кете береді жаңағы кісінің. Сөйтіп мазасызданып ауырып отыр екен. Содан жаңағы кім барады? Ағыбай. Ол уақытта қазақ сен кімсің, не үшін келдің сұрамайды ғой. Қой сояды, жылқы сояды, қонақ қылады. Сөйтіп қонақ қылып, бір күн өткеннен кейін бағанаға Ағыбай айтады, ей шырағым, Наурызбай, ақсақалды көрдің, мазасы жоқ, қария екен, сөйлей алмайды дұрыс, кетейік дейді. Сонда Ағыбайға кім айтады, Наурызбай, бір бетке жет қой. Ей Ағеке дейді, анау жақтан келдік қой, мені сынасын. Ажалың ертең келсе де біліп кетуім керек дейді ғой. Барды айт дейді. Одан барып жаңа ақсақал қарап қалады екеуінің сөйлесіп жатқанын. Бір кезде сұраған екен, ей шырақтарым кімсіңдер деп. Мен мына шұбыртпалы Ағыбаймын. Мына қасымдағы Кене ханның інісі, Абылайдың немересі Наурызбай ғой деген екен. Өзіңізге көрсетіп алайық деп, сынатып алайық деп келдік деген кезде ақсақал екеуіне қарап отырып дейді. Бір заманда, ей Ағыбай депті, шырағым, сен өз атыңды өзің ұраңғы бестейсің. Өз атыңды өзің ұраңғы бестейсің. Дақпыртың алысқа кетеді, шырағым, ұзақ жасайсың деген екен. Содан бір кезде Наурызбай қарап, ақсақал отырып та қалды дейді ғой бұлай. Бір заманда айтты дейді, ой Алла, жасым 120-ға келді депті. Шырағым Ағыбай, 3 нәрсенің сырттаны болады. Иттің сырттаны болады, қасқырдың сырттаны болады, жігіттің сырттаны болады. Мен жасым 120-ға келгенше небір батырларды көрдім. Бірақ мынандай ер, мынандай батыр көрмеппін дейді. Мынаған біткен жүрек, мынаған біткен рух, мынаған біткен күш адам баласында некен саяқ дейді. Мынандай ер көрмеппін дейді. Сонан Наурызбай масаттанып қалған екен. Шырағым дейді, бірақ адам баласына қайырымсыз екесің деген екен Наурызбайға. Әй шырағым дейді, тағы бір айтарым, жасың 25-тен аспайды ау дейді. Өйткені бағың малайың ғана біткен екен деген екен да жаңа. Неге дейсіз ғой? Сонда бұл ақсақал, жігіт сынайтын ақсақал жалпы айтқан кезде менен сұрайды, адамды қалай олар біледі деп. Жалпы қазақтың танымдылығы өте мықты болған. Ол ақты қалайды, ана кешегі Толыбай сыншы, кешегі құлагерді жаңағы Нысанбай құлагер сынаған атақ сыншылар, Толыбай сыншылар кешегі атқа қарап қандай ат екенін білген. Көрдіңіз ба? Сол сияқты жігітке қарап, жігіттің қандай екенін білген. Неге десеңіз, олар тақуалар. Олар біз сияқты арамға қарамаған, олар біз сияқты арам тамақ жемеген, олар жаңағындай діндерін мықты ұстанған сондай тақуа кісілер бағанағы
Алланың берген қабілетімен жігіттің өмірін жалпы айтқан кезде жігіттің сынын көретін болған. Көрдіңіз ба? Сонда бағана Наурызбайға айтқаны келген ғой. Жасың 25-тен аспайды ау дегені. Сөйтіп, Наурызбай осы сөзді естіген кезде, жасың 25-тен аспайды ау деген сөзді естіген кезде, Наурызбайдың көңілі пәс болып, жеріш болып отырып қалды дейді ғой. Сөйтіп, ақсақалдың қасынан екеуі кетеді, кеткеннен кейін ары қарай ордаға барады. Ордаға барған кезде екеуі екі жаққа кетеді. Қараса, үлкен жаңағы таудың үстінде, дөңнің үстінде Кенесары отыр екен. Ағыбай Кенесарыға барады, Наурызбайда көңілі жоқ, ол үйіне кетеді ордасына. Содан Ағыбай Кенесарыға барып, жаңағы амандасады. Ей, Ағыбай, не болды? Алшын ақсақалға бардыңдар ма? Иә, бардық. Не деп айтты? Ой, Науан жанында ер екесін деп айтты. Жігіттің сырттан екен деп айтты. Осы жасын 120-ға келгенше мұндай ер көрмеппін деп айтты деп айтқан екен. Тағы не айтты дегенде, бағанағы жасын 25-тен аспайды ау шырағым деген айтпаған екен ғой. Сонда Кенехан айтты дейді. Ол шал, ол ақсақал білсе де айтпаған екен ғой. Кезінде сен атам Абылайдың білесің бе? Кезінде атам Абылай түс көрген. Түсінде бір жолбарыс көреді. Жолбарыстың жаңа ішін жарса, ішінен түлкі шығады. Түлкінің ішін жарса, қоян шығады. Қояннан кейін құрт құмырсқа бақаншадан таптап кетіпті. Менің ұлым сыздықтан кейін біз де көптің бірі болып кетеміз ғой деген екен да жаңағы. Сонда бұл кісілер жалпы айтқан кезде әулие болған ғой, әулие. Алла тағала бекер батырлық берген. Иә, сондай азаматтар. Сонда осы әңгімелер естіген кезде өзің қайран қалып отырасың батырлықтарына жалпы. Одан кейін мына кімнің осы Кенесарының қасында атақты табын Бұқарбай батыр болған. Бұқарбай батыр. Күндердің бір күнінде осы батыр Бұқарбайдан келіп сұрайды ғой, батырлықтарыңыздан айтып отырыңыз деп. Сонда айтады екен, өзімнің сүйсінген бір батырлығым бар деп. Өзіме өзім сол батырлығыма ерекше сүйсінемін деп жастарға айтып отырады екен. Сонда бұл қай батырлық деген кезде, кезінде біз Кенеханмен бірге мына Ақмешіт өңірін жаудан босаттық. Ол кезде Түркістан, оңтүстік өңірдің көбі Қоқан билігінің астында болатын. Сөйтіп Ақмешіт өңірін жаудан тазалап жүрген кезімізде Қыпшақтың бір байының Құраш дейді, Күреш дейді, Құраш деп алай берейік. Сол Құраш деген сұлу қызын көріп біз ғашық болдық дейді. Сол қызға мен дейді, Бұқарбай батыр, Ағыбай батыр және Наурызбай дейді. Бұл үшеуі Наурызбай, Ағыбай, Бұқарбай үшеуі сол замандағы нағыз ерлер ғой, красавчиктер ғой сол замандағы. Қызыңды осыларға бермегенде кімге бересің дегендей. Сонда жаңағы Қыпшақтың байына барып жаңағы кісіден енді бұлар аттың үстінде жүрген жігіттер, бағана Қоқанның бектерімен, Қоқанның әскерімен соғысып жатыр. Бүкіл оңтүстік өңірді жаудан босатып жатқан ерлер ғой. Сөйтіп бағанағы Құраштың ауылына барады. Сөйтіп әкесінен барып Аха кішкене қатып қалып жатыр. Иә, қатып қалып жатыр. Сонда үшеуміз бардық дейді. Қыздың әкесіне барып, қызыңызды кімге бересіз деп сұрап едік. Әкесі айтты дейді, ей шырақтарым, үшеуіңе де бермеймін деп. Өйткені сендер аттың үстінде жүрген жігітсіңдер. Бүгін анда, ертең мұнда. Екіншіден қалың мал бермейсіңдер, қалың малдарың жоқ. Үшіншіден анда мұнда жүрген қаңғыбассыңдар, қызыңды бермеймін деп айтты дейді. Сонда біз ашуланып қалдық дейді. Сөйтіп қызыңды тартып аламыз, басың байлауда, малың айдауда деп біз үшеуміз ашуланып тарпа басталайық дедік та, содан кейін қой, Кенеханнан барып рұқсат сұрайық деп үшеуміз келдік дейді ханның алдына. Сөйтіп айтып, осындай жағдай болып жатыр, Кенехан, не істейсіз? Осындай қызын алайық деп, малын алайық деген сияқты үшеуі айтқан кезде Кенехан айтты дейді, ей, алыстағы жауды алмай тұрып, өзіміздің елге қол салайын дедіңдер ма? Мен тірі тұрған кезде менің елімнің бір тал шашы түспейді. Егер қалыңдық керек болса, барып ана созаққа малын алыңдар. Сол жақтан ана сөйірдегі сарттың қыздарына үйлеңдер деп айтты дейді. Содан Кенесары рұқсат бермегеннен кейін барлығымыз қойдық дейді. Қайтадан атқа мініп жауға аттандық дейді. Мен Кенесары екеуміз, Бұқарбай батыр мен Кенесары басқа жаққа кеттік, Ағыбай мен Наурызбай басқа жаққа кетті дейді.
сөйтіп бірнеше күн жаңағы жаумен соғысып қайтып бағанағы ауылға келсек, алдынан шыққан ел айтты дейді, бүгін ғана Қоқанның әскері келіп ауылға салық салып, сол салықтың ішіне жас қыздар алып кетті. Сол жас қыздардың ішінде бағанағы Қыпшақтың байының қызы Құрашта кетті деген екен. Сөйтіп Бұқарабай батыр аушыланып, көзім қанталап, Кене ханнан рұқсат сұрамай бағанағы Ташкентке қарай шаптым дейді ғой. Содан түнімен шаптым, таңертең таң бозарып атып келе жатқан кезде бағанағы көшті қуып жеттім дейді. Қарасам сарттар өлең айтып, би билеп, жаңағы үлкен салық жинаушылар ғой, кетіп бара жатыр екен. Сөйтіп салықты жаңағы жинаушылардың қасын қапталдап жүріп отырдым. Жылаған еңіреген қазақтың қыздары дейді, айдылған мал дейді. Сөйтіп әрбір жаңағы атқа байланған, қос-қостап түйеге мінгізіп байлаған қыздардан сен құрашсың ба деп сұрап келе жатырмын дейді. Сөйтіп көштің басына жеткен кезде, көштің басына бетін таңып алған бір жас қыз жылап келе жатыр екен дейді. Құрашсың ба деп едім, иә деп айтты дейді. Атқа мін дедім дейді ғой. Сразу арқасына ұстадым да, арқама мінгіздім дейді, аттың артына. Бұл енді қарагер аты ғой, жүйрік қой. Сөйтіп атқа қарай шаптым дейді, Құрашты ала салып. Бір кез артымыздан қуғыншы түсті дейді. Құраш айтты дейді, артымыздан сондай бір көк атқа мінген үлкен біреу қуып келе жатыр. Оның артына тағы қуғыншы келе жатыр. Сонда айттым дейді, жақындаған кез айт деп. Содан жақындаған кезде қыз айтты, осына жақындат деп, Құрашты алып жерге тұрғыздым да, анаған қарсы шаптым дейді ғой, жаңағы Сарттың батырына, салықшыларға. Сөйтіп ол да салды найзаны, мен де салдым, шоқпарымен найзасын қағып жіберіп, найзаны ұрдым дейді ғой. Сөйтіп бірден кетті, жерге түсіп, қансыра бөліп атты дейді. Барында көк боз атын ұстап, Құрашты әкеп мінгізіп ауылға келдім. Артымыздан ешкім жаңа қолаған жоқ дейді. Өйткені өздерінің атақты батырлар өлгеннен кейін қуғыншы түскен жоқ. Сөйтіп Құрашты ауылға алып келдім. Бір күн, 1,5-2 күнде жол жүріп келдім дейді. Бірақ сол 1,5-2 күнде Құрашқа бірде бір сөз сөйлемедім дейді ғой. Құрашқа бір сөз сөйлемедім дейді. Сөйтіп жетектеп алып келіп, үйіне келсем, шешесі қызын жоқтап жылап отыр екен дейді. Әкесі мазасызданып болып екен дейді. Құрашты көріп қуанып кетті дейді. Сөйтіп қызды үйіне тастадым да кеттім дейді. Содан келгеннен кейін Кенесарыға бардым. Ар шетінде Ағыбай мен Наурызбай келіпті дейді. Содан барып мен әңгімемді естірді дейді олар. Әңгімемді естіріп, неге алып келмедің біздің қасымызға, ол қызды неге әке шешесіне апардың деп Наурызбай айтты дейді. Кене хан рұқсат берген жоқ қой бізді ол қызға тиісуімізге, алуымызға. Сондықтан ата-анасын апардың деп жаңа Бұқарбай айтып. Содан күндердің бір күнінде 2-3 күн өткеннен кейін енді анау асқан сұлу қыз мен бардым дейді әкесіне. Әкесіне барып, осындай қызыңыздың қолын сұрап келдім деп едім. Әкесі айтты дейді, өткенде салықшылар келіп, менің малымның жартысын алып кетті. Сондықтан 40 ірі қараңды алып келді, қызымды ала бер деп айтты дейді. Содан мен айтсам, менің бүгін жоқ қой. Бай беретін малым жоқ, аттың үстінде жүрген ер азаматпын. Содан бір кезде қыз айтты дейді, әке, мені Бұқарбайға бермегенде кімді бересіз? Кімге бересіз? Егер де өткенде Бұқарбай батыр мені құтқармаған кезде мен бір сарттың тоқалы болып отыратын едім ғой. Осы күнге дейін көзімнен жас ағып, сондан Бұқарбайға бермегенде мені кімге бересіз, әкетай деп қыз айтты дейді. Ар шеттен шешесі қостап, Алла тағаланың қалауымен сол қызға үйлендім дейді. Кене хан тойға өзі келді дейді, бас құда болып. Кене ханның өзі. Содан жаңағы тойымыз болды. Мен одан асқан ақылда, одан асқан дана елді көргем жоқ дейді ғой. Менің айтатын, өзіме сүйсінетін бір батырлығым осы деп жаңа Бұқарбай батыр айтып отыр, керемет. Сонда осындай ғибратты әңгімелер ол тек қана біздің Ханиф Байтұрсын жігіттері емес, кез келген қазақтың азаматтары жалпы осы әңгімелерді біліп отырса қандай жақсы. Мына атақты Сырым батыр күндердің бір күнінде мына Хиуаның бектері шақырады бұны қайта-қайта. Хиуа мен Қоқанның бектері біздің көптеген батырларымызды улап, қастандықпен өлтірген, бағана Саржан мен Есенгелді өлтірген сияқты. Сөйтіп елдің ақсақалдары келіп, күшіміздің ақсақалдары келіп айтады, ей Сырым барма, саған бір қиянат қылады деп. 3 рет шақырту келеді ғой, 3 рет. Сол кезде Сырым батыр айтқан екен, жоқ, мен енді бармасам болмайды, қорықты деп айтады ғой, сондықтан барайын деп, бағана неге барады ғой, Хиуаға барады. Хиуаға барып, бектің алдына кірген кезде бек сұрады дейді, ей кімсің деп.
Сырыммын дейді. Қай сырымсың? Дана сырыммын, молда сырыммын, бай сырыммын, батыр сырыммын деп жаңағы 5 нәрсесін айтқан екен. Сонда бек қарап айтқан екен, ей, осыншама аттың бәрін өзіңе қалай алып аласың деп. Сонда Сырым батыр айтты дейді, көп оқыған молда болады, көп білген дана болады, жанын аямаған батыр болады, малын аямаған бай болады, барын аямаған жомарт болады, дана болады, жаңағы мәрт болады деген екен. Сонда қарасаңыз, бұл жай ғана батыр дейміз ғой, бұлар батыр емес, бұлар дана ғой кісілер, бұлар ақыл иелері. Мысалы, тек қана батыр болып, атморозов болсаң, бүгінгі тілмен айтатын болсақ, саған оның әскері бағына ма, сенің артынан ел ере ма? Бұлар шетінен шешен болған, шетінен көсем болған, шетінен батыр болған, ел үшін өмір қиған асыл ерлер ғой. Сонда бүгінгі тәуелсіз Қазақстанға да осындай елім деп еңірейтін асыл азаматтар керек. Кенесарының жолын жалғастырушылар, Ағыбайдың, Абылайдың деген сияқты, кешегі Райымбек, Қабанбай, Наурызбайлардың жолын жалғастыратын асыл азаматтар керек. Көрдіңіз ба? Кейде бір мақтанамыз, Наурызбайдың ұрпағымыз, Райымбектің ұрпағымыз, Қабанбайдың, Бөгенбайдың ұрпағымыз, Исатай мен Махамбеттің ұрпағымыз деп. Ал менің бабаларымның ұрпағымын деп арақ ішіп жүреді, темекі тартып жүреді, өтірік айтып жүреді, жамандық істеп жүреді. Көрдіңіз ба? Сондықтан сондай бабалардың ұрпағы болғандықтан біз ешқашан бұндай жамандыққа бармау керек деп ойлаймын. Сол достойный бабаларымыздың достойный ұрпағымыз болу керек. Сол кезде ғана біз ел боламыз. Көрдіңіз ба? Алла разы болсын. Рахмет, мен менен келіп тұрып, рахаттанып тұрып тыңдадым. Бұл жерде расында да тек қазақтың ұрпағымыз дейміз, жеті атадан қыз алыспаймыз деп кәдімгідей мақтанған кезде алдымызға жан салмаймыз. Бірақ бізде ең басты мәселе қазіргі уақыттағы біздің қазіргі замандастар, оның ішінде өзім де бармын деп айтайыншы, жан тазалығын дұрыс сақтамай келе жатқандықтан осындай бір қасиетке, сондай бір дәрежеге көтеріле алмай жүрген секілдіміз. Өйткені сырт көзге қанша әдемі болып көрінгенмен, сырт көзге жақсы болып көрінгенмен, бірақ ішкі жан дүниеміздің өзімізді дәлелдей алмай, өз нәпсімізбен күресе алмай, соған шамамыз жетпей жүрген аңғаруға болады. Егер осыны әрбір қазақтың жігіттері осы бір өз нәпсісін жеңетін болса, жаңағыдай аты қалған батырларымыздың ізін жалғап аманатына қиянат жасамайтын дәрежеге жетеді екенбіз ғой. Иә, бәке, рас айтасыз. Бәріміз пендеміз ғой. Әлсіз пендеміз. Машалла. Мен комментариямды қосып қойдым, өйткені біздің бір сағатымызға 10 минуттай уақыт қалыпты. Сондықтан оқырманға кішкене мүмкіндік беріп қояйын. Жақсы сұрақтар болып жатса, оған да көңіл аудара кетейік. Мына Бекет батыр, атақты Бекет батыр, бұл да енді Кенесарының замандастары ғой. Кенесары кеткеннен кейін орыс орамға алып, бүкіл елді басып алды. Әртүрлі жерден бекеттерін салып, жаңағы Ақмола бекінісі деген сияқты, кейінде Аралға кірді ғой бұлар, Қызылорда өңіріне. Сол кезде Жанқожа, Есет, Бекет батырлар тұрды. Сөйтіп Бекет батырды бұлар қайта шақырады, жаңа генерал-губернатор. Бекетті шақырады, сонда Бекет батыр айтады, барайын деп. Сонда Есет батыр шүрет келді, ей, Бекет барма, бұлар сені алдап отыр дейді. Араларына шеріне аты салып жүріп, Бекетті алдыртады ғой өздеріне. Енді батыр аңқау еркөдек дейді қазақта. Сөйтіп алған қалауымен Бекет батыр бағанағы орыстың несіне барады адамдарына. Сол кезде айтады, ана Түркменнің ханы берген, бегі берген Ақшабақ деген қанжары бар екен. Енді соны алмайды ғой, көк тасын ертіп, бағана орыстың алдына барған кезде Бекет батырды бірден түрмеге қамайды ғой. Сонда Бекет айтты дейді, белеңде, атасы ағаш екенде, балта шаппай еменге, Түркменнен киген Ақшабақ шалмай шықтым беліме, белгілі болдым еліме, бұдан барсаң айт сәлем артында қалған еліме деп айтты дейді. Сонда Көктасы ұлып үйіне келеді ғой. Көктасы келген кезде анасы бірден сезіп, әй, Бекет жанға бірдеңке болды, әйтпесе мына иті келмес еді деп, Бекет батырдың жауға мінетін атын мініп, бағанағы жерге келеді ғой. Сонда келсе, Бекет батырды бағанағы Сібірге айдап баратыр екен, қасында Кенесарының інісі бар, бірнеше батырлардың бәрін тұтқындап, арбаға 12 қабат сым темірмен, колючий проволока дейміз ғой,
12 қабат сым темірмен матап, кеңес кім бағанағы бекетті алып кетіп баратады, анасы ана жерде тұрады, анасын жақындап қызбайды, тек қана көргізеді ғой. Сонда Бекет батыр айтады, 12 қабат сым темір бүкпелеп түсті қарыма, жара салды саныма, қараңғыда сипасам қан тиеді қолыма, кәпірде болса ақырын қатты батты жаныма дейді ғой. Бұдан барсаң айт сәлем, Бекнияз қасқа балаға, қайрылмай кетіп барамын артынан қуған анаға дейді ғой. Анасына қарай алмай кетіп батыр. Одан барсаң сәлемде Жанқожа есет нарыма, қолымдағы барыма, қош шайсаң, сау болсаң шаппай қалмас арына деп айтты дейді. Содан жаңағы анасы Бекетке сау бол деп қоштасып үйіне келеді. Үйіне келген кезде Бекет батырдың жаңа 3 жары бар екен, 3 жұбайы, 3 әйелі. Сөйтіп үлкен әйел айтты дейді, анашым, апа бізге рұқсат берген, батаңды берген. Мына мен Бекеттің артынан барайын, үшеуміз мінекей сізбен 4-еу үйде омарылып отыра береміз ба деп, жаңағы енесінің батасын алып, Бекет батырдың жауға мінетін атын алып, бағанағы түркменнен берген Ақшабақ деген қылышты, қанжарды қойнынан салып, ақшаны алып артынан келеді ғой. Бұл әлеміне шығам дегенше, бұлар Сібірдің шекарасына дейін жетіп болады. Сөйтіп, бағанағы Бекет батыр қасында қапталдап әйелі жүреді екен, атынан таниды ғой, еркекше киініп алып, анау жақта қапталдап жүріп отырады. Барған жерінде жылқыны сойып, қарысын айландырып, бекеттерге жіберіп отырады. Бір шама тұтқындар ғой, қарулы әскер түзетіп кетіп баратыр. Сөйтіп, күндердің бір күнінде амалдап жүріп, бағанағы Ақшабақ деген қанжарды мынандай табан қаздың ішіне салып жібереді ғой. Сонда Кенесарының інісі білді дейді Бекеттің қашатынын. Сонда бағанағы Ақшабақ деген қылыш, бұл кісенді нанша турайды екен ғой. Соны алып, кісеннің бәрін кесіп, Кенесарының інісін ертіп, әйелі 2 ат дайындап қояды, өзінің атымен ұшап, алып кетеді ғой, қараңыз. Әйелдің істеп отырғаны Бекет батырды. Анау Сібірдің шекарасынан алып кетеді. Көрдіңіз бе? Сонда қарасаңыз, бұл батырлардың әйелдері де тегін болмаған. Қандай асыл аналары, кеше Райымбек, Қабанбай, Бөгенбайлардың аталары жауға шауып жүрген кезде, Хангелді аталарымыз мысалы, Қабанбайдың бабалары, Бөгенбайдың аталары жауға шауып жүрген кезде, үйлерінде отырып, сол батырлардың батыр болып тәрбиелеуіне ең бірінші атсалысқан кімдер? Аналары. Қыздар, біздің аналарымыз, көрдіңіз бе? Сондықтан ұрпақтың мықты болуына қыз баланың да, ер азаматтың да атсалысу керек. Бұл да бір ғибратты әңгіме, жалпы. Тағы да бір сұрақтар туындап отыр. Егер мүмкіндік болатын болса, бізде енді уақыт аз болғаннан кейін, осы бір тәтті күйінде тамамдап қойсақ, содан кейін рұқсат болса, алдағы уақытта тікелей осы өзіңізге байланысты, бүгінгі жеткен жетістігіңізге, әлемді бағындырғаныңызға, елдің сүйіктісі болғаныңызға, тікелей үйдегі отырған қара домалақ анамыздың ақ батасы негізінен. Анашымның батасы ғой, анашым мен әкемнің батасы. Жалпы енді елдің сүйіктісімін деп айта алмаймын. Аллаға шүкір, әйтеуір бір қазақтың қарапайым баласымыз, қара домалақ жүрген. Аллаға шүкіршілік. Анама ризамын, анама рахмет. Мені тәрбиелеген әжеме рахмет, Аллаға шүкір. Енді мен ойлап отырмын, бәке 3-4 күнде тағы да бір шығайық, Құдай қаласа, тікелей эфирге шығып, ата-ана бір жақсы ғибратты оқиғаларымызды өріп өтейік. Одан кейін ары қарай батырларымыз жайлы осында көріп отырған қаншама адамдар көреді, ертең көретіндері бар, түнімен көретіндері бар. Соларға бір ғибратты оқиғаларды баяндай отырайық. Қадірлі көрермендер, осында көріп отырған алтын бауырларым, айналайын қарындастарым, қарагөз халқым, рахмет сіздерге. Бәке, сізге рахмет, осындай ғибратты әңгіменің шеруін жалғастырып, Елдос бауырымызбен, қаншама жігіттермен сұхбаттасып жатқаныңызға, ондан Алла тағала сіздің де отбасыңызға береке берсін. Асыл анаңыз, Ақтаудай әкеңіз аман болсын. Қазақ халқы иманды болсын, қазақ халқы текті болсын, қазақ халқы тек қана жақсылыққа жаны құмар асыл халық болсын дегім келеді. Сонымен қатар тағы бір нәрсе, Бәкебай, бізге тікелей эфирден Әлем Файтерс онлайн деген каналдан жаңағы онлайн жаттығу өткізіп жатырмыз. Осы коронавирусқа байланысты үйде отырмыз ғой бәріміз, бөлменің ішінде. Сонда қатысам дейтін кісілер болса, барлығы жаңағы қатысын. Өзіңіз де қатысыңыз, бірге жаттығайық, Құдай қаласа. Өте жақсы. Сол жаттығудан кейін де осы ғибратты әңгімелерді айтып отырамыз тікелей эфирден. Керемет. Ондай болатын болса, алдағы уақыттарда тағы да
уақытын белгілеп амандық болатын болса, сол ата ана тақырыбында біраз сөз қозғайтын болсақ, өйткені мен өз көзіммен көрген, ол нәрсе өзімде шетіме тиген, қанша тырастанып әрекет жасап сыртқа әлемге әдемі болып көрінгенмен үйдегі анаң саған разы болмайтын болса, жасаған еңбегің де барлығы зая кететіні, ұлы мақсаттарыңа арманыңа жете алмайтыны мен оған көзім жетті да. Сондықтан осындағы тағы да қазақ батырларына да осындай бір секретін айта кетейікші деп келесі сұхбат жалғастырсақ. Иә, Бәкебай, рахмет сізге оғында. Қазір бізде неше минут бар? Не бар? Қанша минут бар бізде бітуге? 1 минут уақытымыз бар. Жақсы, онда міндетті түрде алдағы уақытта жолығамыз. Енді бүгінгі 1 сағатымыздың ішінде көптеген ғибратты әңгімелерімізді сыйдыра алмадық. Құдай қаласа келесі уақытта мен сіздерге осы шешендік сөздерге қалай қызыққаным жайлы соны айтып беремін. Құдай қаласа, одан ата-ана тәрбиесіне көшеміз, иншалла. Рахмет. Жақсы, ассалаумағалейкум. Эфирді сақтап қоямын. Көрем деушілер болса, көрмей қалған кісілерге сәлем айтыңыздар, міндетті түрде көрсін. Жақсы, аман болыңыздар. Алла разы болсын, Бәкебай. Жақсы. Жақсы, ассалаумағалейкум, аман болыңыз. Ораза қабыл болсын. Амин. Жақсы. Жақсы. Бізде негізі уақытымыз таяп қалды. Қазір 20 секунд өзі 20 секунд көрсетеді. Соға дейін өздеріңізбен қоштасып үлгерейін. Бүгін тіптен керемет белсенді отырдыңыздар. Рахмет. Баршаларыңыз Алла разы болсын. Ораза қабыл болсын. Ары қарай жоспарлар тағы да айта кетейін. Ертең кешкісін Омар Жәлел ағамызбен Абай және біз деген тақырыпты өрбітетін болсақ, жұма күні Елдос Тоқтарбаймен тағы да алаш аманат туралы тақырыпты әңгіме қыламыз. Ал сенбі күні Яссауи феномені деп, Яссауи Қожа Ахмет Яссауи бабамыз туралы Санжар Керімбай ағамызбен сұхбат жалғастырамыз да, жексенбі күні Мейірбек деген азаматпен сұхбат қыламыз. Жексенбі күні болатын тақырып инфобизнес деген не, Инстаграмды қалай дұрыс қолданамыз, Инстаграмды қалай кәсіпке айналдырамыз деген сияқты баршамызға кәдімгідей ауадай қажет ақпаратпен бөлісетін боламыз. Жалпы күніге кешкісін эфирде осындай жексенбіге дейін осындай ақпараттарды, жоспарларды мен сіздермен бөлісіп қояйын дедім. Ал аман болыңыздар, ораза қабыл болсын.